Ассаламу алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қыста рахаттанып отырып тамақпен бірге жейтін, болмаса нанмен жейтін өте дәмді икра салатының жасалу жолын көрсетемін. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп, жанымдағы қоңырауша батырмасын баса кетіңіздер. Бұл салатқа бізге баялды, қызанақ, болгар бұрышы, пияз, аскөк, сарымсақ және де сәбіз керек болады. Алдымен баялдыны, яғни баклажанды осы видеода көрсетілгендей етіп, кубиктап турап алатын боламыз. Кейін осы баялдының өзінің ащы дәмі шығуы үшін үстіне бір уыс тұз сеуіп, су құйып, бір шетке қоя тұрамыз. Келесі кезекте болгар бұрышында осылай 4-5-ті етіп турап аламыз. Түсінде ешқандай айырмашылығы жоқ. Қалауларыңызша қызыл, жасыл түсін қолдансаңыздар болады. Содан соң сәбізімізді осылай 4-5-ті етіп тураймыз. Кейінгі кезекте пиязды осындай қылып, видеодағыдай қылып турап аласыздар. Қатты ірі емес, қатты ұсақ емес. Осылай турап шығасыздар. Сарымсақты да қатты ұсақтамай 5-6 бөлікке бөліп тураймыз. Қызанақтарымызды біз ет тартқыштан немесе блендерден өткізіп аламыз. Сол үшін артық жерін алып тастап, осылай 4-5 бөлікке турап бөліп аламыз. Қызанақтарды мен блендермен өткізіп алатын боламын. Егер сіздерде ет тартқыш болса, ет тартқышпен өткізіп алсаңыздар да болады. Егер салатты көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, әрине ет тартқыш ыңғайлы болу керек, бірақ блендермен де өте жақсы әрі ыңғайлы екен. Тез-тез осылай езіп берді. Қабығы бөлек, суы бөлек жүрмейді. Қоюлығы осындай орташа қою, өте әдемі болып шығады екен. Содан соң укропты да осылай майдалап турап аламыз. Қоспасаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Мінекей мен барлығын турап дайындап алдым. Енді бисмилля деп пісіруге кірісеміз. Және де мен осындай азғантай ащы бұрышты қостым. Қоспасаңыздар да болады. Олай да өте дәмді болып шығады. Үлкендеу ыдысымызды қыздырып, ішіне 200 грамм сұйық майымызды құямыз. Үстіне жаңағы турап қойған пияздарымызды салып, жақсылап, шамамен 7-8 минуттай қуырып алатын боламыз. Оның үстіне туралған сәбіздерімізді салып, оны да 7-8 минуттай қуырып аламыз. Сәбіздеріміз қуырылғанша жаңағы тұзды суға салып қойған баклажандарды бөлек ыдысқа осылай салып дайындап қоямыз. Қарап отырғандарыңыздай осындай қоңыр түсті суы шықты. Біз бұны төгіп тастаймыз, бізге қажеті жоқ. Сәбіздеріміз қуырылды. Енді үстіне баклажанды салып, жақсылап араластырып, 10-15 минуттай қуырып аламыз. Сонымен қатар, егер сіздерге осы менің жасап жатқан салатым, видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, осы видеоны жақындарыңызға WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы бөлісе отырыңыздар. Мінекей мен баклажандарды 15 минуттай қуырдым. Енді үстіне туралған болгар бұрыштарымызды салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Артынша ащы қызыл бұрыштан бір данадай қостым. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңызша қоспаса да болады. Мінекей мен барлығын да қуырып алдым. Енді үстіне блендерден өткізілген жаңағы қызанақтарымызды құямыз. Жақсылап араластырып, орташа отта қойып, бір қайнағанын күтеміз.
Мінекей біздің салатымыз қайнай бастады. Енді үстіне дәміне қарай тұз және қантты салдым. Мен 3 ас қасық тұз және де 1 ас қасық қантты салдым. Сіздер осы салатты дайындау барысында міндетті түрде араластырып, дәмін татып көріп отырыңыздар. Себебі тұзы кем болуы мүмкін, немесе ащы болуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде дәмін қарап отыру қажет. Қақпағын жауып 30-35 минут баяу отта пісіреміз. Оған дейін банкаларымызды жақсылап жуып, духовкаға осылай булап аламыз. 10 минуттай шамамен ұстасаңыздар жетеді, немесе мантаваркаға да қойсаңыздар болады. Қақпақтарын міндетті түрде 4-5 минут қайнатып алу керек. Мінекей біздің салатымыз шамамен жарты сағаттай осылай пісті. Енді үстіне жаңағы турап қойған сарымсақтарымызбен ас көгімізді салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, баяу отта шамамен 20 минуттай пісіретін боламыз. Пісуге жақындағанда салатты тарелкеге салып жеп көріңіздер. Егер ішіндегі сәбізі немесе болгар бұрышы қатты болып тұрса сәл, онда тағы да 5-10 минут газда ұстаңыздар. Салатымыз дайын. Жақсылап араластырып, осы ыстық күйінде дайындап қойған стерильді банкаларымызға барлығын құйып шығатын боламыз. Салатты банкалардың барлығына құйып алдым. Менде шамамен 5 литрдей шықты. Енді осындай қақпақпен, менде бұрандалы қақпақ, жақсылап қатылып жауып, банкаларымызды жылы жерге төңкеріп, үстін көрпешемен орап, 2 тәулікке қойып қоямыз. Мінекей құрметті оқырмандарым, біздің жасаған икра салатымыз осымен дайын. Салатымыз өте дәмді болып шықты. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, жанында тұрған қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Айгерім.